Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Асылов Берік Ноғайұлына, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Саденов Ержан Сапарбекұлына, Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Жақыпова Светлана Қабыкенқызына. Ахаева Бибі Ажар 1974 жылы туған, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш кентінің тұрғыны, Арал Тұз акционерлік қоғамында жұмысшы болып қызмет атқарып келеді. 2025 жылы 26 желтоқсан күні Арал Тұз акционерлік қоғамы кәсіпорнының ауласында, жұмыс уақытында, тікелей еңбек міндетін орындау барысында кәсіпорын аумағын қардан тазалау кезінде баспалдақтан тайып құлап, ауыр дене жарақатын алған. Аталған оқиға орнында жедел жәрдем шақырылып, Арал аудандық ауруханасына жеткізілген. 2025 декабрьдің 26 күні сағат 9-да қар күреңдер деп контордың есігінің алдында лестницада құладым. Содан сыра скорый шақыртып, 11 күн больницада жаттым. Енді мен тек жаным неғытқаны, басшылардан адамдар келіп, өтірік алдап, мені тревит етіп, жанымнан күнде 3-4 күн қасыма келіп, қайта өтірік алдап қолхат жаздырып алды. Маған ешқандай артық дәлел, ешқандай қағаз берілген жоқ. Жол жүріп баратқанда үйіме келді, Абай деген ТВ-да жұмыс істейтін кісі. Үйіме келіп, мен ешқандай қол жазғандарын оққан жоқпын, мен өз қолыммен жазған жоқпын. Бәріне көмектесеміз, бәрін бүтеміз деді. Мен 5 документсіз, 5 несіз осы больницаға келіп отырмын. Жаным қиналған, операция ауыр болды. Қазір мен енді постельныйда жатырмын. Алайда оқиға болған сәттен кейін Арал Тұз кәсіпорын басшылығы бұл жағдайды өндірістік жарақат ретінде тіркемей, керісінше жарақат жұмыс орнында емес, үй жағдайында болды деген жалған уәжбен алдау, қысым көрсету және қорқыту арқылы онан қолхат жаздырып, қол қойдыртып алған. Іс жүзінде кәсіпорын басшылығы уәдесінде тұрмаған, емдеу процесіне ешқандай қатысу көрсетпеген. Жарақат алған күннен бастап 12 күн бойы Арал аудандық ауруханасының травматология бөлімшесінде ем қабылдаған. Алайда тиісті медициналық көмектің болмауына байланысты өз қаражатымен, өз күшімен 2026 жылы 6 қаңтар күні Ақтөбе облыстық көпсалалы ауруханасының нейрохирургия бөлімшесіне түскен. 9 қаңтарда бел омыртқа тұсынан күрделі операция жасалған. Қазіргі таңда аталған ауруханада емімді жалғастырып жатыр. Емдеуші дәрігерлердің қорытындысына сәйкес, омыртқа аралық грыжа, остеохондроз және қатты соққы салдарынан жұлын зақымдануы диагноздары қойылған. Қыстың қырауында 500 км, 600 км жерде қыстың қырауында Ақтөбе қаласында АМЦ больницасында жатырмын. Мені басшылар өтірік алдап, қол қойдырып кетті. Мен тек бір Құдай сізден ғана қолдау күтемін. Шеттей бала шағам бар. Шеттей бала шағамды үйге тастап, мына больницада жатыр мен. Аталған жағдай Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің өндірістік жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру және есепке алу міндеті, жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті, өндірістік жарақат салдарынан келтірілген зиянды өтеу талаптарының өрескел бұзылғанын көрсетеді. Сонымен қатар, жұмыс беруші тарапынан өндірістік жарақатты жасыру, қызметкерді адастыру және қысым көрсету әрекеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы және тиісті қылмыстық құқықтық баға беруді қажет етеді. Қазақстан президентіне үндеу тастағым келіп отыр. Маған бірінші Құдай, екінші Алла, сіздерден басқа ешкім көмегім жоқ. Елбайлық болып қалдым. Қол көмектеріңізді берсеңіздер. Менің өтінішім осы. Осыған байланысты 2025 жылғы 26 желтоқсанда болған оқиғаны өндірістік жарақат ретінде ресми тану, Арал Тұз кәсіпорны басшылығының әрекеттеріне заң аясында тексеру жүргізіп, жауапкершілікке тарту, келтірілген материалдық және моральдық зиянды толық көлемде өтетуге ықпал ету, еңбек және әлеуметтік құқықтарын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге көмек көрсетуіңізді сұраймыз.